Сәлем ханымдар, мен сіздермен жансая маршмеллоу жасайтын боламыз. Балаларыңыз қайта сұрап жегісі келіп тұрады. Ол үшін бізге үй жағдайындағы кесе болсын, тостақ болсын, осындай пластмасс ыдыс болсын, менде форма осылай майлап клюнка қойып, жақсылап рапсқомашы майлап қоямыз. 60 грамм суға 220 грамм қантымызды қосып, жақсылап араластырып, қайнағанын күтеміз. Бір қайнағаннан кейін оны оттан алып қоямыз. Осы кезінде біз 10 грамм желатинді 60 грамм суға, жылы суға жібітіп қоямыз. Мұны жібіті енді осыны сұйық болғанша ыстық водяный ваннада немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Осылай оны миксерлейміз. Әр миксерлеп отқан кезінде сиропымызды құйып отырамыз. Әппақ көбікшелер пайда болады. Оны 7 минуттай көбіктеміз, яғни миксерлейміз. Осылай мен 2 түсте жасағанды қаладым. Ақ мынаған краситель қостым қалған бөлігіне. Енді оны үстіне құямыз. Өте оңай, жасаңыздар. Балаларыңызға дүкеннен алып бермеңіздер. Желатиннің халал түрі бар, соны алып қолданыңыздар. 3 сағат пен 5 сағатқа дейін холодильникте қойып қоямыз. Міне желатиніміздің астына кукурузный крахмалмен қант ұнтағын сеуіп, осындай өте әдемі мармеладымыз шығады. Жасап, жеп көріңіздер, балаларыңызға ұнайтыны анық. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнамда алдағы уақытта мастер-класста үйренген керемет дүниелер болады. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай кесіп алып, үстінен қант ұнтағын сеуіп қоямыз. Енді осылай қалаған формаңызда көлеміңізді кесесіз. Ас болсын.